Ассалаумағалейкум жігіттер, қош келдіңдер Қазеке, Дәке, рудный құрамасы. Бүгін жігіттер ойын 3 раундтан тұрады. Бірінші раундта сіздерге сұрақ қоямыз, соған кезек жауап бересіздер. Кім 15 секундта тоқтап қалады, соны шокермен ұратын боламыз. Екінші раундта ортаға бір сөз береміз. Сол сөзді жалғастырып өлең айту керексіздер. Ал үшінші раунд сіздерге мектептің сұрақтарын қоямыз. Соған өздеріңіз бірге жауап берсеңіздер болады, болмаса екеуіңіз бөлек жауап берсеңіздер болады. Олай болса бірінші раунд бастайық. Кеттік ал. Я-дан аяқталатын қыздардың есімдері. Я. Алия. Ая. Майя. Сая. Мария. Райша. Сая болды. Давай. Кеттік ал. Келесі. Шетелдің әншілері. Сундук. Вообще шетелдің ән тыңдамайсың ба? Дионик па сондай бір ән бар. Қуа беретін ғой. Мария деген бар ғой? Селена Гомес. Вообще білмейсің ба? 50 Cent Eminem дегендер қайтсын. Шетел нелер тыңдамайды. Қазақ. Мен жаман тыңдаймын кеше. Жігіттер квартирада. В общем, Дәке саған бөлек, Қазеке саған бөлек. Дәке, сен балықтарды атайсың, ал сен құстарды атайсың, Қазеке. Кеттік. Шортан. Аққу. Сазан. Үйрек. Үйрек деген нормально. Бекіре. Қаз. Береке. Осман. Кайра құрсайды. Береке деп. Бекіре деген жерді о негізі. Ұқсайтын болғанын салды. Бекірен екінші түрі бар ма деген ғой. Береке деп. Береке көріп отса. Бай. Балықты жүргенсің. Береке, балықты жүргенсің. Рыба береке. Кеттік ал. Таза қазақтың ұлттық өнімдері, тамақтары өші. Наурыз көже, ойбай, бақыр. Май. Қаймақ. Әрімшік. Айран. Сүт. Қымыз. Қымыран. Бешбармақ. Шұбат. Айтын қалатырмын ғой. Ойладыңыз ба? Қымыран дейм. Қымыран. Ой, базар жоқ. Просто қызық болсын деп бұрғызып. Отыра бөлсейік. Бір күн ден салын аяқ болады. Менделеев кестесіндегі элементтерді атаңдар. Азот. Гелий. Алюминий. Натрий. Хлорид. Хлор. Бір ғой? Хлорид деген жоқ па айде. Соқшы. Химиядан үшке шыққан. Химиядан бекер апайын. Аяла деген сөзге ұйқастар. Рифма. Маяла. Саяла. Аяма. Жаяма. Шаяма. Баяула. Таяма. Ай, 15 секунд па не? Просто дәл 14-те бала өзгерді. Үлгерді. Ой, Күшті olur ya. Елеп кетесің. Жалпы орысша КВН-дегі КВН-штерді атаңдар. Андрей. Азамат. Мусағалиев. Фамилиясын айттың ғой? Жоқ, басқасын айтуың ғой. Кім? Щербаков. Щербаков вообще КВН-нен жоқ. Ойнамаған міне. Сабурт ойнамаған. Білмеймін, танымаймын бақтарын. Масляков. Александр. Арғандай осы. Любой орыстың атын айны өрсе, бүкіл ойнауы. Сергей. Тек фамилиясын ғана білемін. Щербаков не? Байде, бірінші раундта Дәкең жеңді деп ойлаймын, өйткені Қазекеңді көп ұрды. Кеттік ал. Дос. Досы көпті. Қалай келмей. Жоқ. Достарым менің золотой. Достарым. Дұрыс. Дос қой. Досы бар, арғай жалғастырып көтіп бар. Кеттік, 1-0.
Жүрегім. Жүрегім менің пішна-пішна. Жүрегім менің. Сен дегенде жүрегім пішна-пішна. Главный Жүрегім деген бар. Бірді бір. Ал. Айт. Ал, айтшы дейсің. Ал айт. Алма дейтін бар еді. Ал. Ал. Ал қояйық. Алматы түні. Міне. Мане ондай. Иә, болады. Алматы түні. Осып жалғастырып жүруге болады. Екіде екі. Жарық. Жарық ете қалшы, найзағай болып. Жарық дүние сыйлаған мама деген өлең бар. Мама деген нормально. Жарық. Жақсы. Іздеген. Іздеген сені жүрегім. Болды, не бұл? Айтшы мә. Іздегенде табылатын. Міне. Осы ғой әкел. Бареген бала күнгі досымнан Бірінші жұмыс танысқан бұл. Бала күнгі деп қойды. Би. Билейді, ай. Дұрыс ма? Дұрыс. Тең, ал үшінші раунд шокерларды тағы басаңдар. Қандай химиялық элемент Б әрпімен жазылған? Бром, бор, бериллий. Жоқ, екеуің бірге нелей ма бөлек? Бериллий ба? Жақсы, сіз бериллий, сен? Бор. Бор. Дұрыс жауабы бор. Бериллий деген бар емес пе? Бар ғой, бірақ бор ғой. Бериллий бөлек әріппен жазылған. Кеттік ал. Махмұд Қашқаридың айтқан сөзі бар. Ерте үйленген, арғарай жалғасы, яғни өздеріңіз талмаңыздар. Бірінші нұсқасы, ерте үйленген, ерте әке болар. Ерте үйленген, қартайғанда қуанады. Ерте үйленген, ерте есейер. Осы үш жауаптың біреуі бар. Ерте үйленген, ерте есейер. Ерте есейер. Екеулеріңіз бір жауап таңдайсыздар. Дұрыс жауабы қартайғанда қуанады. Яғни, вообще келмейді ғой негізі қартайғанда қуанады деген. Өз шығармауы. Махмұд Қашқари деп бар. Танымайды ғой деп Махмұд Қашқари. Күмбай бар болды. Кеттік. Үшінші. Қазақстан аумағындағы ірілі ұсақты қанша өзендер бар? 63 мың, 54 мың, 85 мың. 85 мың. Оқығаным бар еді. Қазеке сен? 63 мың. 63 мың. Дұрыс жауабы 85 мың. Білгем, не мықтымын адам. Просто қызық болмай қалады да, 85-ін десем келсін. Болды. Сен болды, сол керемет. Е, бітті, үш сұрақ. Бұл жерде жеңген Деген сөз ба? Жеңген адамға Дәкең жеңді, 2-де 1. Ал Дәкең. Өмірде андай ғой, проектті де жеңіпсің да хотя бы. Жәнібектің Жай Шоу YouTube каналына тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, колокольчикті басып кетіңіздер. Жайлап тіркелмей, тез тіркеліңіздер. Рахмет жігіттер.